Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен Ақнұр. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай бисквит тортының рецептін бөлісетін боламын. Яғни ол үшін біздерге ыдысымызда мен салып алғам, алдын ала 6 жұмыртқа осы салып алдым. Одан кейін біздерге сұйық май керек болады, және қант, разрыхитель, сүт, какао және ұн керек болады. Ең әуелі біздер әдеттегідей ұнымыз бен қантымызды жақсылап, көтерілгенше жақсылап миксерлеп аламыз. Міне қыздар, біздердің массамыз дайын болды. Осылай аппақ болып әдемі болып көтерілді. Осылай әдемі масса болып шықты. Енді мен насадкамды алмастырып аламын. Әркім қалауынша осы жерде лопаткамен де араластырсаңыздар болады. Енді сұйық ингредиенттерімізді салып аламыз. Мен мына жерде сұйық майымды және сүтімді құйып алдым. Осылай мен сосын ұныма какаомды және разрыхителімді салып, аз-аздан бір қасықтан салып, жақсылап миксерлейміз. Қыздар, енді мына жерде әркім қалауынша өзінің қандай формада салғысы келсе, 2 формаға бөліп салсаңыздар да болады. Мен сразу бір бисквит қылып осындай формаға салып алдым. Мына жерде менде диаметр 24 диаметр формаға салып алдым. Астына фольганы неттім, жақсылап қойып алдым. Үстіне де қойып алдым, себебі көтерілмейді, қамырымыз әдемі болып, тесто болып шығады. Қыздар, міне біздердің осындай бисквитіміз дайын болды. Енді осыны мұздағанша қойып қоямыз. Қыздар, біздердің бисквитіміз дайын болды. Енді осыны толық мұздағанша қойып қоямыз. Толық мұздап шықты, қыздар. Енді мен осыны 4 корждарға бөліп аламын. Сіздер 3 бөлікке әркім қалауынша, мен мына жерде 4 бөлікке бөліп алдым. Сосын арасына қалауынша сникерс тортына да пайдалансаңыздар да болады. Міне қыздар, міне біздердің жұп-жұмсақ бисквиттеріміз дайын болды. Қыздар, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Сіздерге ұнады деген ойдамын. Сіздер де пісіріп көріңіздер.